Автосүйер қауым жыл сайын мезгілге орай көлік дөңгелектерін 2 рет ауыстырып тұрады. Қалыпты деңгейде бір доңғалақ қанша уақытқа жарамды? Сапалы дөңгелекті қалай таңдау керек? Оны ауыстырған кезде зақым келтірмеу әдістерімен және сол тектес керекті кеңестермен бүгін таныс болмақпыз. Дөңгелектер өз кезегінде сапа жағынан сан түрлі. Біз мән бере бермейтін доңғалақ сыртын айнала салынған суреттер арқылы көп нәрсені аңғаруға болады. Ол сәндік үшін емес, сақтық үшін. Түрлі суреттер әр деңгейдегі қауіп қатерден арашалап отырады. Мәселен, симметриялық өрнек салынған дөңгелектер төпеп жауған нөсер кезінде жылдам тоқтауға сеп болады екен. Сондай-ақ көліктің жүрген сәттегі дыбысын азайтып тұрады. Қыстыгүні ең бірінші қар түспей, енді жердің суығымен енді былай алғанда 10 градус орташа температура 10 градус болған кезде уже дөңгелекті айырбастай беру керек. Ол қысқы сезон кезінде. Суық несіне қарамай 10 градус болғанда плюс 10 болған кезде ауыстыра беру керек қысқы баллонға. Ал егер жазға келетін болсаңыз, жазда ол уже күн жылған кезде ол да сондай плюс 10 болған кезде қайтадан ауыстыру керек. Жазғы баллон. Сонда жылына 2 рет ауыстыру керек болады. Асимметриялық өрнегі бар доңғалақтар құрғақ жолда жүруге ыңғайлы. Көп жағдайда бұндай дөңгелектердің ішкі қабаты жұмсақ болып келеді. Сондықтан күрделі бұрылыстардан оңай бұрылып өтеді. Мезгілдік дөңгелектерді таңдауда қандай ерекшеліктерге мән берген жөн? Маман кеңесіне құлақ түрейік. Мысалы, дөңгелекті қыстыгүні қаланың ішінде, біз өз Алматында сондай суық не емес, жер қара, асфальт таза болғаннан кейін жай дөңгелектер болады. Орысша липучка дейді, ал шипованный дейді, ол несі бар. Оны жолдың сыртына көп жүретіндер, мысалы қаланың сыртына көп жүретіндер, таулы жерде көп жүретіндер, ол соларға шипованный салған дұрыс. Ал қаланың ішінде жаңағы не айттым ғой, липучка деген сондай болады. Мезгілдік доңғалақтар қалыпты жағдайда 4 жылға дейін жарамды. Оны күтіп ұстар болсаңыз, одан да көп уақыт қолданасыз. Қысқы дөңгелекті мезгілге орай шешіп, оны дұрыс сақтай алу керек. Ендеше назарыңыз бізде болсын. Шешкен дөңгелекті тазалап жуып, ойықтар арасына қыстырылған тастардан тазарту керек. Жақсылап кептіріп болған соң, қоймаңыздың күн көзі түспейтін бір бұрышына жинап қойған дұрыс. Есіңізде болсын, көлік дөңгелектерін бір-бірінің үстіне емес, қатар-қатар тізіп қойыңыз.